Байлар көбірек төлеуі тиіс. 40 миллионов тенге – это плод компромисса, который мы достигли. Бұл енді 100 мыңдаған адамдардың тағдырына байланысты маңызды шешім. Мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков. Бүгінгі салық кодексі бұл билік институттарының бизнес пен халықтың өтінішіне нақты компромистік жауабы деп есептейміз. Мәжіліс отырысында жаңа салық кодексі талқыланды. Біз негізгі мәселелерді жинақтап көрдік. Серік Жұманғариннің мәлімдемесі мынадай. Енді қосылған құн салығы 16% болады. Ал шегі 40 миллион теңгені құрайды. Осылай үкімет пен мәжіліс компромиске келді. 40 миллионов тенге – это плод компромисса, который мы достигли благодаря конструктивной позиции и правительства, и прежде всего депутатов. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то не добираем порядка 400 миллиардов дополнительных поступлений от НДС в бюджет. Это я к чему говорю, чтобы наши бизнесмены завтра понимали, что и правительство, и парламент готовы идти на такой уровень компромисса. Демек, кәсіпкер атанып кету қиындайды. Бұрын қателік жасаған заңсыз тіркелген кәсіпкерлерге қолданылатын шаралар да дайын екен. Есесіне әлеуметтік маңызы бар тауарларға құн салығы салынбайды. Азық-түлік өнімдері, кітап басып шығару, археология. Салықтан босатылған дәрілік заттардың әлеуметтік тізімін үкімет анықтайды. Тек ақылы медициналық қызметтерге 10% қосымша құн салығы салынады. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бойынша бәрін сол күйінде қалдырамыз. Яғни 70% жеңілдік қалады. Ал банк операциялары бойынша салық салынатын болады. Сән-салтанат үшін де салық төлеуге тура келеді. Жылжымайтын мүлік бойынша 450 миллион теңгеден қымбат үйлер болса, салықты көбірек төлейсіз. 75 миллион теңгеден қымбат көліктер акцизге ілігеді. Қымбат яхталар, жекеменшік ұшақтар мен тікұшақтар, элиталық ішімдіктер мен сигаралар. 10% қосымша акциз. Тағы кім қосымша құн салығынан босатылады? Үй маңындағы дүкендер, шаштараз, сервис, бюджеті бойынша жұмыс істейтіндерге қосымша құн салығы жоқ. 4% ғана. Табыс шегі өзгермейді. Жылына 2,4 миллиард теңге. Қазір жаһандық турбуленттік жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Әлемде сауда тарихтық шиеленістер орын алуда. Осындай жағдайда оңтайлы салық реформасын жүргізу оңай емес екенін түсінеміз. Үкімет алдында бюджет тапшылығын толтыру міндет тұрғанын да білеміз. Ұсынылып отырған жаңа салық кодексі осы түйткілдерді шешілуге бағытталып отыр. Осы орайда Аманат фракциясы үкіметпен қоян қолтық жұмыс жасады. Салық заңнамасының күмәнді тұстарын бірге талқыладық, оның көбін бүгін шештік деп ойлаймын. Осының нәтижесінде жалпы халықты бизнес өкілдерін толғандырған қосымша құн салығы бойынша шекті мөлшерді көтеру ұсынысымызды үкімет қолдады. Бұл мәжілістегі алғашқы оқылым ғана, реформа әлі де талқылануда.